Расул айтады: "Иза фаалат уммати 15 хасла халла бихал бала." Мынандай 15 мәселе бар дейді. Кімде-кім оны орындап жүрген болса дейді, оның басына бәле жауады дейді. Яғни небір проблемалар келеді саған дейді. Соның ішінде бірнешеуін ғана міне кітап бойынша айтқан екен. Ватар-ражул заужатаху. Ата-анасын сырып қойып, кім әйеліне итағат етіп кетсе дейді. Әйелі тойға барғысы келіп тұр. Айтып қойдық қой, барайық та енді тойға, анаңды қоя тұршы деп жатыр енді бірі. Барайық та айтып қойдық қой. Мына жақта анасының мұқтаждығы болып тұр баласына. Бірақ бала біліп тұр оны. Ана енді айта алмауы мүмкін. Барып келіңдер, енді барып қайтсаңдаршы деп тұр да ол. Бірақ бала біліп тұр, анасының мұқтаждықтанып тұр. Сол кезде Расул айтады: "Вата-ражул заужатаху." Ата-анасының мұқтаждығын сырып қойып, әйелінің мәселесімен кетіп қалғанға дейді, Алланың бәлесі жауады дейді. Яғни сол себепті оған бір проблема келеді. Сол қиыншылық оған келеді дейді. Және ол сөзсіз келеді. Екіншісі вақа уммаху. Кімде-кім сол анасын ренжітіп, анасының қарғыс дуасын алып қалған перзентке бәле келе береді дейді. Қалай құтылам десең де бірінен кейін бір келе береді, біреуінен құтыласың, екіншісі келе бастайды. Бұл қайдан келіп жатыр десе, аққу уммаху. Анасының қарғыс дуасын алып қалған бала. Анасының. Яғни ана деген негіз қарғамайды. Бірақ бала соған апармау керек та. Бала соншалықты көңілін ауыртпау керек ананың. Одан кейін уабирра садиқаху. Ата-анасының мұқтаждығын сырып қойып, кім досының несіне кетіп қалса дейді. Досының мәселесімен жүр. Соның тойында жүр, соның тағы басқасында жүр мәселесімен. Бірақ мына ата-анасына керек болып тұр. Сол ата-анасының емес, досын таңдағандықтан ол жігітке, ол адамға Алланың бәлесі келеді дейді.